Bari gerek bizge, yaxshilik uchun bari gerek. Qayerda tushib niye tozalamaydi, onu ko'ramiz, biz ko'ramiz. Есептейдіңіз, қазір бір баллонның өзі 60 сом теңге тұрады мысалға. Жол болғаннан кейін баллон жарылып кетеді. Бұл жерін іліп аламыз колодецтерге. Сосын бұл жолмен жүруге біз тура жүрмейміз кейде. Ары көшемен айналып өтеміз. Бұл жердің халқы сонымен о жақта жүреді айналып. Жол нашар жүруге. Жай жүріп жай қайтамыз. Автобус күнде сынады. Бұл асфальт көрген 80 жылдардың айналасы асфальттанған. Жылда не алғанда ремонт жасап кетеді. Ойылған жамай. Несін жамайсыңдар? Қазір көрсеңіз, оның бәрі ойылып жатыр. Таксилермен келетін болсақ, қай көше ойбай бармаймын. Неге бармайсың? Көшелерін құрсын дейді. Кімшіліктен сұранатын, міне жол мынау, сұмдық енді жол. Аяқ деген масқара кетті, аяғымыз жоқ жүретін, асфальтымыз жоқ, тротуар жоқ, балалардан обал, ойнайтын, кішкентай бала ойнайтын орын жоқ. Қазіргі бізге жаңа әкім келді дейді ғой. Содан сұраймыз, көшемізді жөндеп берсін қаланың әкімі. Айтпасам келген әкімдер қарық қылмайды ғой, қатырамыз дейді да кетеді. Енді осы әкімді іскер деп айтып жатсыңдар ғой қаланың әкімі. Іскер болса енді іскерлігін көрсетсе, рахметімізді айтамыз да, басқа не дейміз. Онан болсын көшемізді жөндеп, халыққа қызмет жасаса бата береміз. Батаменен ел өседі дейді. Неге асфальтсыз отыр? Түсірсеңші асфальт жатыр ғой. Бұл асфальт емес деп отыр ғой халық, өйткені бүтін жер жоқ қой. Енді былай түсіріп көрсеңші, асфальт қой мынау. Келесі аптада осы көшеге кіріседі, фрезеровать етеді и басқа да жұмыстарын жүргізеді. Жалпы құны 46 миллион 931 мың теңге. Қалада 1388 көше бар бұрылыстармен алғанда. Сол 1388 көшенің былайша айтқанда 60% асфальт бар. Мүлдем асфальты жоқ көшелерде бар.